Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет, ең дәмді түскі тағам ретінде жесеңіздер өте тойымды баклажан салатын жасап көрсетемін. Арнамнан алыстамай видеомды соңына дейін көріңіздер. Ол үшін біздерге баклажан қажет болады. Қазір енді осы көктем, жаз айларында осы баклажан ең керемет маусым ретінде жасап жесеңіздер өте тойымды. Біздерге баклажан қажет болады. Баклажанды жақсылап тазалап, осындай ұсақ бөлшектерге домалақ етіп турап аламыз. Мен бұл баклажан салатын түскі ас ретінде дайындаймын. Өте тойымды және де отбасымның сүйікті салаттарының бірі. Бір жегеннен біздер бірден тауыспаймыз, себебі бұл өте тойымды және де дәмді болып шығады. Баклажандарымызды турап алдық. Енді 2-ақ жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамыздың үстіне аз мөлшерде тұз салып және де бір араластырып жіберіп, қызып тұрған майымызда баклажандарымыздың 2 жетін бірдей қызартып қуырып ала береміз. Міне осылай қызартып, қызып тұрған майымызда баклажандарымызды қуырып аламыз. Бұл жерде сіздер ұнға малып, осылай жұмыртқамен жасасаңыздар да өте тойымды болады. Осылай біздер қызып тұрған майымызда баклажандарымызды қып-қызыл әдемі етіп қуырып аламыз. Міне экранда көргендеріңіздей осылай баклажандарымызды қуырып ала береміз. Қызартып, әдемі етіп қуырыңыздар. Міне қуырылып болды. Өте керемет әдемі қызартып қуырып алдым. Сіздер де осындай барынша қызартып қуыруға тырысыңыздар. Баклажандарымызды қуырып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Енді біздерге қызанақ қажет болады. Қызанағымызды біздерге 3 немесе 4 штук қана қажет болады. Енді қызанақтарымызды экранда көрсетілгендей осылай домалақ күйінде турайсыздар. Біздерге қажетінше осы қызанақтарымызды турап аламыз. Қызанақтарымыз дайын болды, турап алдық. Енді біздерге майонез қажет болады және де 2 штук қана осындай чеснок қажет болады. Чесногымызды осылай теркіден өткізіп алыңыздар. Бұл біздерге майонез жаңа баклажанымыздың арасына салатын соус ретінде қолданамыз. Міне майонезіміз дайын болды. Жақсылап чесногымызды салып, жақсылап бір араластырып алдық. Енді салатымызды жасай берсек болады. Міне енді баклажанымызды аламыз, оның үстіне майонезімізді жағамыз, оның үстіне 1 штук қызанағымызды қойып, оның үстіне тағы да жаңағы майонезімізден жағып, үстіне баклажан қойып, осылай дайындай береміз. Өте керемет, өте тойымды салаттардың бірі. Түскі асқа іс жасап көрсеңіздер болады, өте керемет. Менің жолдасымның да осы сүйікті тағамдарының бірі. Достар, менің арнамды қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан барынша менің арнамды қолдап жіберсеңіздер, қазақша контенттің дамуына атсалысып жіберсеңіздер. Біздердің салаттарымыз дайын болды. Менің видеомды қолдап, соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Және де міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.